Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мен Эльмира плов дайындайтын боламын. Сіздер де бізбен бірге жасап көріңіздер. Осылай сыртын ашып алған сәбіз бен пиязымызды жақсылап жуып аламыз. Сәбізді мен екіге бөліп алдым, өзіме турауға ыңғайлы болу үшін. Сәбізді осылай ұзынша етіп, соломка тәрізді турап шығамыз. Турап алған сәбіздерімізді осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді пиязымызды турап аламыз. Пиязымыздың да ортасынан екіге бөліп, осылай жіп-жіңішке етіп, бір келік етіп турап шығамыз. Енді етін тураймыз. Етін турамасының алдында етін жақсылап жуып аламыз. Жуылған етімізді осылай турап шығамыз. Маған осылай ірі-ірі тураған ыңғайлы. Піскен соң майдалап турап аламын. Бұл қой еті. Қалауларыңыз бойынша сиыр етін немесе тауық етін қолдансаңыздар болады. Етімізді турап алдық. Енді оны бөлек ыдысқа салып, бұлай алып қоямыз. Қазанымызға майды құйып, қызып тұрған майға етімізді салып, әбден қуырамыз. Енді пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, пиязымызды қуырамыз. Сарғайып қуырыла бастағанда үстінен сәбізін саламыз. Сәбізін салып, араластырып, тағы қуырамыз. Tuzunu salamыз. Менде осылай қайнаған суымызды құйып, астын жай басып қоямыз. Баяу отта жарты сағат қайнатып, етімізді пісіріп аламыз. Етіміз жарты сағат қайнағаннан кейін күрішін сала берсек болады. Енді осылай күрішті салғаннан кейін міне осылай батып тұруы керек. Астын бір қатты көтереміз, 2-3 минут қатты көтеріп қайнатамыз да астын жай басып баяу отқа қоямыз. Міне күрішіміз пісіп шықты, дәмді бір келкі болып шықты. Міне осылай бірдей болып. Сіздер де істеп көріңіздер. Өте дәмді. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.